Сәлем достар, барлықтарыңызға. Бүгін біз сіздермен редискадан жасалатын өте оңай тәбет ашатын салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге редиска керек болады және көкпияз, зелень керек болады. Сосын кефир керек болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша укроп, басқа да зелендерді қоссаңыздар болады. Редискамызды осылай ұзынша қылып, соломка қылып турап аламыз ұсақтап. Оның үстінен көкпиязымызды, зеленімізді де ұсақтап турап аламыз. Не көріп тұрғандарыңызды ұсақтап турап, үстінен 1 стакан кефирімізді құямыз. Татымына қарай тұз, азғана қара бұрыш салсаңыздар да болады. Барлығын араластырып ұсынсаңыздар, өте керемет салат. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Айжырқын. Ас болсын.